Бос бекен айналайын. Пойыз қозғалып кеткеніне жарты сағат болды. Телефонға қарап отырған мен басымды көтеріп қалдым да, қолында ескілеу қара сөмкесі бар ақ жаулықты әжені көрдім. Жасы 70-тен асқан сияқты. Жүзі жылы болғанымен, көзінде түсініксіз мұң бар еді. Иә әже, жеп отырмыз. Орнынан. Әже алғысын айтып жайлап қасыма жайғасты. Терезе сыртында жазық дала созылып жатты. Күн еңкейіп бар. Пойыз доңғалақтарының тарсылынан басқа дыбыс. Осы жерге дейін оқып отырған болсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Ал өздеріңіз қай қаладан көріп отырсыз? Сізге жазып кетіңіз. Ендеше әңгіме бастайық. Әже біраз уақыт үнсіз отырды. Кейде терезеге қарайды, кейде ойға шомғандай төмен қарайды. Мен де сөз бастауға ыңғайсызданып отырдым. Bir кезде әже өзі тіл қатты. Балам, қай жаққа бара жатырсың? Мен баратын қаламды айттым. Жақсы екен деді ол. Сосын қайта үнсіз қалды. Бірақ оның үнсіздігінің өзінде ауырлық бар еді. Жай ғана жол жүріп келе жатқан адамның кейпі емес. Жүрегінде көп жылдан бері жиналған мұңы бар адам сияқты көрінді. Bir кезде байқамай қалып, әже көзінің жасын сүртіп отыр екен. Әже, жағдайыңыз дұрыс па? Ол сәл жымиып қойды. Дұрыс айналайын. Бірақ дауысы түйіліп шықты. Мен үндемедім. Кейде адамға сұрақ қоймай-ақ қойған дұрыс. Бірақ бірнеше минуттан кейін әже өзі сөз бастады. Қызық қой балам. Кейде бөтен адамға ішіңдегі бар сырыңды айтып жібергің келеді. Мен басымды изеп. Иә, болады. Ал туғандарыңа айта алмайсың. Осы сөзден кейін мен әжеге назарымды бұрынғыдан да қатты аудардым. Ол терезеге қарап отыр. Көзқарасы әлдеқайда алыс. Сырттағы далаға емес, өткен өміріне қарап отырған. Менің жасым 72-де деді ол. Машалла, жақсы жас. Әже ащы жымиды. Сырттай солай көрінеді. Ол қолындағы сақинасын баяу айналып отыр. Кейде адам 72 жасқа дейін өмір сүріп, бәрібір жалғыз қалып қояды екен. Бұл сөзді естігенде жүрегім шым ете қалды. Жалғыз тұрасыз ба? Иә, қысқа ғана жауап. Бірақ сол бір сөздің ішінде қаншама мұң жатқанын сезуге болады. Балаларыңыз бар шығар? Әже бас изеді. 4. Мен таң қалдым. 4 балаңыз бар ма? 3 ұл. Онда неге жалғыз? Осы сұрақты қойғаныма өкіндім, бірақ әже ренжіген жоқ. Керісінше, терең күрсінді. Сол әңгімені айтсам ұзақ. Пойыз теріп, алдымыздағы үстінде бу шығып тұрған шай тұр. Кеш бір қоюланып бара жатты. Уақытым бар әже. Ол маған ұзақ. Сосын алғаш рет шын көңілмен жымиды. Онда тынды. Мен басымды изедім. Мен осыдан 50 жылдан астам уақыт бұрын Түркістан жақтағы кішкентай ауылда дүниеге келдім. Дауысы баяу шықты. Бірақ әр сөзі анық. Әкем бұйызы болды. Анам сауыншы еді. Үйде 7 бала өстік. Бай болған жоқпыз, бірақ бақытты. Әже көзін жұмды. Ол кездің адамдары жоқшылық көрсе де бір-бірін қатты сыйлайды. Сәл үнсіз қалды. 17 жасында мектепте. Арманым мұғалім болмақ. Бірақ тағдыр басқа жолда еді. Не болды? Әкем ауырып қалды. Әже ауырып күрсінді. Сол кезде үйдегі үлкен қызым оқуымды тастап жұмыс істеуге тура келді. Мен үндемей тыңдап отырдым. Кейде адам өз арманы үшін емес, отбасы үшін өмір сүреді екен. Ол терезеге қарап қойды. Жастық шағым көзді ашып жұмғанша өте шықты. Bir күні ауыл клубында болашақ күйеуімен таныстым. Әженің жүзі сол сәтте өзгере қалды. Көзінде әлдебір жылылық пайда болды. Аты Серік еді. Мен оның атын естіген сайын жүрегім алып ұшты. Сол кездегі махаббат мүлде бөлек болатын ғой балам. Мен жымидым. Қазіргіден басқаша ма? Әрине. Бізде телефон жоқ, хат жазамыз. Кездесуді бір апта күтеміз. Bir көрген сәттің өзі болады. Әже алыста қалған күндерді есіне алып тұрғанда. Серік мені 2 жыл күтті. Сосын үйлендік. Тойымыз қарапайым өтті. Бірақ өзімізді әлемдегі ең бақытты. Ол көз жасын байқатпай сүртіп. Мен оның күйеуін қатты жақсы көргенін түсіндім. Біз кейін қалаға көштік. Сол жерде өміріміз басталды. Bir бөлмелі жатақхана. 2 орындық. Бірақ үлкен арман. Қандай арман? Бақытты отбасы болу. Әже тағы жымиды.
Сол арман орындалған сияқты еді. Ол соңғы сөзді ерекше мұңмен айтты. Мен ішімнен бұл әңгіменің артында үлкен қасірет жатқанын сездім. Кейін не болды әже? Әже маған қарап алды. Пойыз терезесінен кешкі күннің соңғы сәулесін түсірді. Кейін ол дем алды. Кейін өмірімнің ең бақытты күні келді. Мен алғаш рет ана тандым. Әженің жүзі бір сәтке жарықтанды. 72 жасқа келген адамның жүзіне жастық шақтың ізі байқалып қалғандай болды. Үлкен ұлым Ерлан дүниеге келген күні өмірімнің мәні өзгеріп кеткендей еді. Неге ол? Соншалықты ма? Ана болған адам ғана түсінеді баланы. Ол жымиып қойды. Қолыма алғаш алғанымда саусақтарыма қарап ұзақ жылады. Неге жылағанымды өзім де түсінбедім. Бақыттан шығар. Мен сөз тыңдап отырдым. Пойыз бір қалыпты тербеліп кетті. Кейбір жолаушылар шай ішіп отыр. Біреулер кітап оқыды. Ал менің бар назарым осы әженің әңгімесінде. Ерланнан кейін 2 жылдан соң Нұрлан дүниеге келді. Одан кейін қызым Марал келді. Ең кенжем Асхат өмірге келгенде үйіміздің көңілі болды. Әже көзін жұмып алды. 4 баланың күлкісі бар үй қандай болады білесің? Жоқ, жұмақ сияқты болады. Ол күліп алды. Үйдің іші у-шу, бірі жылайды, бірі жүгіріп жүр, бірі төбелеседі. Кейде шаршайсың. Кешке бәрі ұйықтағанда сол дауыстарды сағынып қаласың. Мен де күліп қойдым. Солай шығар. Әже сәл үнсіз қалды. Серік екеуміз балалар үшін өмір сүреміз. Өзімізге киім алмайтынбыз. Бірақ балалардың қажеті болса, соңғы ақшамызды жұмсайтынбыз. Қиналдыңыздар ма? Қатты. Ол ойға шомды. Bir кезде күйеуім зауытта жұмыс істеді. Мен мектепте тазалықшы болдым. Күндіз жұмыс, кешке үй. Түнде балалардың киімін жуамыз. Таңертең тағы жұмыс. Жылдар өте берді. Бірақ ешқашан шағымданған жоқпыз. Өйткені балаларымыз өсіп келе жатыр. Олар жақсы оқыды ма? Өте жақсы. Әженің дауысы мақтанышқа толды. Ерлан математикадан озат болды. Нұрлан техникаға жақын еді. Марал дәрігер болам деп армандайды. Ал Асхат ең тентегі болады. Ол күліп жіберді. Bir күні мектептен мұғалімі шақырды. Барсам Асхат секіріп. Неге? Сабақтан қашу үшін. Екеуміз. Үйге келгесін ұрыстыңыз ба? Әкесі ұрысты. Мен жасып қорғадым. Неге? Ана болған соң ғой. Әже тағы да терең күрсінді. Қазір ойласам, сол күндер өмірімнің ең бақытты кезеңі екен. Біз бай болған жоқпыз. Үлкен үйімізде болмады. Бірақ бәріміз бірге едік. Сол жеткізді. Пойыз тағы бір станциядан өтіп бара жатты. Терезеден шағын ауылдың шамдары көрінді. Әже де сол жаққа қарап қалды. Бала, адам өмір бойы бақытты бола алмайды екен. Bir күні біздің өмірімізді өзгерді. Оның жүзі қайтадан мұңайды. Не болды? Серік ауыра бастады. Мен сезініп кеттім. Қатты ма? Әже баяу басын изеді. Басында қарапайым шаршау сияқты көрінді. Кейін жұмысқа бара алмайтын болды. Дәрігерге апарды. Тексерді. Қайта түсті. Сосын бір күні дәрігер мені жеке шақырып алды. Әже осы жерде үнсіз қалды. Саусақтары дірілдеді. Мен оның бұл сәтті әлі ұмыта түсіндім. Не деді? Ауруы ауыр деді. Операция. Сол сәтте аяғымның астындағы жер сырқып кеткендей болды. Мен ештеңе естімей қалдым. Тек ауыр ауру деген сөз ғана құлағымда қалды. Ол көзін сүртіп алды. Балалар әлі кішкентай еді. Үлкен ұлым институтқа енді түскен. Қызым мектепте оқиды. Асхат мүлде кішкентай болды. Мен түнде ешкімге білдірмей жылайтын. Ал балалар қорықпасын. Серік аға білді. Бірақ ол менен де мықты болып шықты. Әже күлімсіреді. Bir күні маған қарап, балаларды оқы, қалғанын Аллаға тапсыр. Сол сөз әлі. Мен тамағымды кенеп қалдым. Әженің әр сөзі жүрекке тиіп жатыр. Біз күрестік. Қолдан келгеннің бәрін жасадық. Ақша жинадық, қарыз алдық, еміздік. Бірақ кейде адамның қолынан бәрі келе бермейді екен. Ол терезеге қарап қалды. Сыртта қараңғылық қоюланып бара жатты. Bir күні ауруханаға бардым. Серік мені шақырды. Қасында ұзақ отыр. Екеуміз. Сосын ол, балаларды жет. Сен мықтысың.
Мен ашуланып, ондай сөз айтпа дедім. Ал ол тек күлімсіреп отыр. Әже көз жасын сүйді. Бұл біздің соңғы әңгімеміз болғанын ол кезде білмедім. Мен үндемедім. Пойыздың тартылынан басқа да естілмеді. Бір аптадан кейін күйеуімнен айырылдым. Осы сөзді айтқанда оның даусы. 72 жасқа келсе де, ол қайғы әлі жазылмаған жара сияқты. Сол күні өмірім екіге бөлінді. Бір жағы Серікпен бірге өтті. Екінші жағы жалғыз. Мен 4 баламен қалдым. Алдымда белгісіз тағдыр. Әже дем алды. Мен оның ең ауыр естеліктерге енді ғана жағып келе жатқан сияқты. Бірақ ең қиыны күйеуімнің өлімі емес екен. Мен таңырқап болдым. Одан да ауыр болды. Әже басты. Иә, одан да ауыр күндер әлі алда екен. Күйеуімнен айырылған күні өмірім екіге бөлінгендей болды. Бір жағында Серікпен бірге өткізген бақытты жылдар қалды. Екінші жағында 4 баламен қалған белгісіз өмір. Марқұмның тырқын өткізгенше үйге келген адамдардың алдында жыламауға тырыстым. Балалардың көзінше келмеді. Бірақ түн болғанда балалар ұйықтап қалған соң, Серіктің бос тұрған төсегіне қарап отырып, таң атқызатын күндер. Сол кезде үлкен ұлым институттың 1-ші курсында оқып жүр. Оқу ақысын төлеуге. Қызым мектепте. 2 кенжем әлі кішкентай. Үйдегі жалғыз асырауштан айырылғанымды енді сезіне бастадым. Көп ұзамай ақша мәселесі басталды. Күндіз мектепте еден жуамын. Кешке наубайханаға жұмысқа шығамын. Кейде тәулігіне 3-4 сағат қана ұйықтайтын. Шаршағанымды балаларға көрсетуге тырысамын. Үйге келгенде күліп қарсы алады. Ал жуынатын бөлмеде ғана көз жасын тыя алмайды. Бір күні үлкен ұлым алдыма келіп: "Анашым, оқуымды тастайын, жұмыс істеймін" деді. Сол кезде жүрегім ауырды. Менің өмір бойы көрген қиыншылықтың бәрі балаларым оқысын, мен көрмеген жақсы өмірді көрсін деген арман ішінде. Сондықтан оның бұл сөзіне бірден қарсы шықты. Әкеңнің арманы сендердің білім алғандарың еді. Еш қайсым оқуды тастамайсың. Сол күннен бастап бар ауыртпалықты жалғыз көтеруге бел будым. Жылдар өте бастады. Балалар өсті. Ұлым институт, қызым медицина университеті. Сол күндері өзімді жеңімпаз. Өйткені қанша қиындық көрсем де, балаларымды аяқтан тұрғыза алған едім. Бірақ ол кезде тағдырдың мен үшін дайындап қойған ең үлкен сынағы әлі алда тұрғанын қайдан білейін. 4-ші. Балаларының ер жетіп келе жатқанын көрген сайын, барлық қиындықты ұмытып кетеді. Кейде жұмыстан шаршап келемін, аяқтарым пісіп, белім ауырады. Бірақ үйдің есігін ашқан кезде балаларының күлкісін естісем болды. Бойыма қайтадан күш біткендей боламын. Үлкен ұлым институтты бітіріп жұмысқа орналасты. Сол күні көзіме жас алғаным әлі. Себебі оның диплом алған күні мен Серіктің арманын орындағандай болдым. Марқұм көзі тірі болғанда қандай қуанар едім көп ойладым. Көп ұзамай Нұрланда оқуын аяқтады. Қызым Марал дәрігер болды. Ең кенжем Асқатта ер жетіп қалды. Бір кезде үйдің ішінде асыр салып ойнап жүретін балалардың бәрі өз алдына азамат болғанын байқамай қалды. Сол жылдары өзімді бақытты ана санадым. Үйіміз үлкен болмаса да, дастарханымыздан адам үзілмейді. Балаларым демалыс сайын жиналады. Немерелер дүниеге келе бастады. Үйдің іші тағы да бала күлкісіне толды. Мен өмірдің ең қиын кезеңі артта қалды деп ойладым. Қателес. Бәрі үлкен ұлым үйленгеннен кейін баяу өзгере бастады. Алғашында ештеңе байқамадым. Келінім сыпайы көрінді. Қолынан шайымды алып, жағдайымды сұрап тұрады. Бірақ уақыт өте келе, оның жүзіндегі жылылықтың азайып бара жатқанын сездім. Бір күні ұлым үйге сирек келетін болды. Бұрын аптасына 2 рет келсе, кейін айына 1 рет әрең жүреді. Жұмысы көп шығар деп. Көп ұзамай ортаншы ұлым да бөлінді. Одан кейін қызым тұрмысқа шықты. Асқат та үйленді. Сөйтіп бір кезде у-шу болып жататын үйде жалғыз өзім қалып қойдым. Алғашқы күндері тыныштық ұнағандай болды. Бірақ кешкі уақытта үйдің бос екенін сезінгенде жүрегім шымырлайды. Ас бөлмеде 4 балам отыратын орындықтарға қарап ұзақ отырамын. Кейде әдейі артық шай құйып жіберемін. Сосын өзім тұрып қоятын. Өйткені дастархан басында менен басқа ешкім жоқ. Уақыт өте берді. Балаларым келуде бастады. Біреуінің жұмысы бар, біреуінің баласы ауырды, біреуінің шаруасы шыр.
Басында түсінетін, өмір ғой деп ойлайтын. Бірақ бірте-бірте олардың маған емес, тек өз өмірлеріне ғана көңіл бөлетінін байқай бастадым. Әсіресе мереке күндері қатты сездім. Жаңа жыл келеді. Мен дастархан дайындаймын, бауырсақ пісіремін, салат жасаймын. Балалар келеді. Сосын кешке телефон шырылдайды. Анашым, келе алмай қалдық. Анашым, басқа жаққа шақырып жатыр. Анашым, кейін барамыз. Әтір жолы жарайды деймін. Телефонды қоямын. Сосын сіз отырып қаламын. Бір күні көрші. Балаларың келмей ме? Мен бірден. Қолдар босамай жүр. Шын мән, оларды ақтап тұрғанымды өзім. Өйткені ана жүрегі баласын ешқашан жаман көргісі келмейді. Жылдар өте берді. Немерелер өсіп жатты. Балаларым қызметте жоғарылады. Жақсы үйлер алды. Көліктер алды. Мен олардың жетістігіне шын қуандым. Бірақ бір нәрсе жетпейді. Баяғы жылы жоғалып жатқандай. Бір күні кешке үлкен ұлым телефон соқты. Дауысы бұрынғыдай емес. Өте салмақты сөйлеп тұрды. Анашым, сізбен маңызды мәселе туралы сөйлесу керек. Мен алғашында қорықтым. Не болып қалды ма деп ойладым. Бірақ оның айтқаны мүлде басқа нәрсе болып шықты. Сол әңгімеден кейін өмірім тағы бір рет өзгеретін ол кезде білмедім. Үлкен ұлымның айтқысы келген мәселесі көп ұзамай белгілі болды. Анашым, үйде не істейміз? Алғашында сұрағын түсінбедім. Қай үйді? Осы өзіңіз тұрып жатқан үй. Мен үндемедім. Бұл үйде 40 жылға жуық тұрдым. Серік екеуміз тапқан алғашқы ақшамыздан бастап осы үй үшін жинадық. Балалар осы үйде өсті. Әр бөлмесінде бір есік бар. Үйге не болды? Сіз жалғыз тұрасыз ғой. Үлкен, сізге қиын. Сол кезде оның не айтқысы келгенін түсіне бастадым. Бірнеше күннен кейін қалған балаларым да келді. Төртеуі бір дастархан басында отырды. Бұрын осылай жиналса қуанып қалатын. Бұл жолы көңілім алаң болды. Әңгіме көп созылған жоқ. Ақыры үлкен ұлым айтты. Анашым, үйді сатсақ қалай болады? Бөлме іші үнсіз қалды. Мен ештеңе демедім. Ақшасын бөліп аламыз. Сізге кішкентай пәтер алып береміз. Мен балаларыма қарап отырдым. Бәрі көздерін төмен түсіріп алған. Ешкім менің не сезініп отырғанымды сұрамады. Сол күні бірінші рет жүрегім ауырды. Үй үшін емес, балаларының өзгеріп кеткенін көргенім үшін. Бірақ мен дау шығармадым. Өмір бойы олардың бақыты үшін өмір сүрген адам едім. Сол себепті тағы да өзімді емес, оларды ойладым. Бірнеше айдан кейін үй сатылды. Мен 2 бөлмелі шағын пәтерге көштім. Көшетін күні ең ауыр балалардың ойыншықтарын көргенім болды. Асхаттың кішкентай машинасы, Марағудың қуыршағы, Ерланның мектеп дәптерлері, Нұрланның суреттері. Бәрін қолыма алып ұзақ отырдым. Сосын бір жәшікті салдым. Жаңа пәтерге көшкен соң өмір мүлде өзгерді. Бұрын аулаға шықсам, көршілер амандасады. Бәрі таниды. Ал мұнда ешкім білмейді. 4 қабырғаның ішінде жалғыз қалдым. Алғашында балалар келді. Кейін сирек. Одан кейін мерекеден мерекеге ғана көретін болдым. Бір күні ауырып қалдым. Қыс мезгілі болады. Қан қысымым көтерілді. Тұрсам басым айналады. Телефон алып үлкен ұлыма хабарластым. Көтермеді. Ортаншы ұлыма хабарластым. Жұмыста екенін айтты. Қызыма хабарластым. Басқа қалада екен. Асхатқа хабарластым. Телефоны өшірулі тұрды. Сол күні кешке дейін жалғыз шықтым. Бір саған шай құюға да шамам келмеді. Кешке көрші әйел есік қақты. Жағдайымды көріп, жедел жәрдем шақырды. Ауруханаға сол әйел алды. Өз балам емес, көрші әйел. Сол түні аурухана төсегінде ұзақ жыладым. Аурудан емес, жалғыздықтан. Бір кезде 4 балам үшін өмір сүрген мені енді бөтен адамдар құтқарып жүргенде жаным ауырды. Бірақ балаларыма ештеңе демедім. Ертеңінде келгенде де күліп қарсы алдым. Жақсымын, уайымдамаңдар. Олар да сеніп қалды. Уақыт өте берді. Жасым 70-ке таяды. Балаларының жағдайы жақсы болды. Бірақ арадағы жыл бұрынғыдай болмай қалды. Bir күні туған күнім жақындап қалды. 70 жасқа толады. Ішімнен қуанып жүрдім. Балаларым келеді. Бәлкім бәріміз қайтадан бір дастархан басына жиналармыз деп ойладым. Бірақ ол күні мені мүлде басқа нәрсе күтіп тұрған. 70 жасқа толатын күнім жақындаған сайын көңілім көтеріліп жүрді. Биыл бәрі басқаша болады деп ойладым. Өйткені 70 жас кез келген адамның өміріндегі үлкен белес. Балаларында ұмыт
бір апта бұрын қызым хабарласты. Анашым, туған күнімізге не қалайсың? Қуанып. Сендердің келгендерін жетеді. Көреміз, анашым, деді де телефонды қойды. Сол сөздің өзінен үміттеніп қалдым. Туған күн болатын күні таңертең ерте ояндым. Үй жинадым, дастархан дайындадым, бауырсақ пісірдім, ет асуға дайындадым, торт алып қойдым. Тіпті жаңа көйлек те киіп алдым. Айнаға қарап, өзіме өзім күлдім. Қартайып қалдым ғой. Көңілім көтеріліп кетті. Сағат 10 болды. Ешкім келмеді. 12 болды. Ешкім жоқ. Түскі 1 болды. Телефон шыр етті. Үлкен ұлым екен. Туған күніңізбен, анашым. Рахмет, балам. Бүгін келе алмай қалатын сияқтымыз. Балалардың сабағы бар. Кейін барамыз. Жарайды, балам. Телефон өшті. Біраздан кейін қызым хабарлады. Одан кейін ортаншы ұлым. Кенжем де қоңырау шалды. Барлығы құттықтады. Барлығы келе алмайтынын айтты. Сол күні кешке дейін есік жаққа қарап отырдым. Мүмкін біреуі келер. Мүмкін тосын сый жасар. Мүмкін кешігіп жатқан шығар. Бірақ ешкім келген жоқ. Үйдің ортасындағы үлкен дастархан сол күйі бос қалды. Бауырсаққа ешкім қол созбады. Етті ешкім жемеді. Тортты ешкім кеспеді. Кешке шамдарды өшіріп, жалғыз өзім шай іштім. Сол кезде алғаш рет өзімді артық адамдар сияқты сездім. Жыладым. Ұзақ жыладым. Өйткені сол күні балаларымды емес, өзімді аядым. Өмір бойы олар үшін өмір сүргенімді ойладым. Ауырып тұрсам да жұмысқа барған күндерімді есіме алдым. Өзім кимей, оларға киім алып бергенімді есіме алдым. Түн ұйқымда 4 бөліп өсілгенімді есіме алдым. Сол еңбектің өтеуі екен. Тек сол күні жанымда болғандарым қалады. Басқа ештеңе емес. Келесі күні көрші келді. Кеше балаларыңыз жақсы қарсы алған шығар. Мен жымиып, иә, бәрі хабарласты. Өтірік айттым. Балаларымды ешкімге жамандағым келмеді. Арада 2 жыл. Жасым 72-ге келді. Бұрынғыдай ештеңе күтпейтін болдым. Туған күнімді де, мерекені де ойламайтын болдым. Бір күні таңертең дәрігерге қаралу үшін қалаға шықтым. Тексеруден кейін автобусқа отырдым. Қасындағы орынға жас келіншек келіп отырды. Қолында 2 жасар шамасындағы қызы бар екен. Қыз анасының мойнын құшақтап отқан. Кішкентай қолдарымен бетін сипап қойды. Анасы оны құшақтап сүйді. Соларға қарап отырып, өз балаларым есіме түсті. Бір кезде менің балаларым дәл осылай мойныма асылады. Анашым деп үйдің ішінен шығып шығады. Сол күндер қайда кетті екен деп ойладым. Үйге келген соң ескі альбомдарды ақтара бастадым. Суреттердің арасында бір хат тауып. Ол хатты Серік қайтыс болардан бірнеше күн жазып. Осынша жыл бойы байқамай жүргеніме өзімді таң қалдым. Конверт сарғайып. Қолым деп аштым. Ішінде бір парақ қағаздан жатыр. Серіктің жазуы. Көзіме жас келді. Хатты оқи бастадым. Ал хаттың ішінде жазылған сөздер менің бүкіл өмірімді тағы бір рет өзгертеді. Ол білген жоқ. Қолымдағы хатқа ұзақ қарап отырдым. Серіктің жазуын бірден таныдым. Осынша жылдан кейін оның әр әрпін жүрегім қатты соқты. Конверттің сеті сарғайып кеткен. Қағаздың өзі ескіріп қалыпты. Біраз уақыт ашуға батылым жетті. Өйткені бұл хаттың ішінде не жазылғанын білмедім. Бір жағынан қорықтым, бір жағынан оқығым келді. Ақыры хатты жайлап аштым. Алғашқы жолын оқыған сәтте-ақ көзіме жас келді. Сағынышым, егер сен осы хатты оқып отырсам, демек мен сенің жаныңда жоқпын. Одан әрі оқи алмадым. Көзім болды. Бірнеше минуттан кейін ғана өзімді қолға алдым. Сосын қайтадан оқи бастадым. Мен кеткеннен кейін саған оңай болмайтынын білемін. Бірақ сен бәрінен мықтысың. Сен мен таныған ең қайсар әйелсің. Хаттың әр жолы жүрегімді шымырлады. Балаларымызды жеткізетінімді білемін. Олар ер жетеді. Өз жолдарын табады. Бірақ бір нәрсені ұмытпа. Осы жерге келгенде көзім хаттың келесі жолына қадалып қалды. Бір күні бәрі өз өмірімен кетеді. Сол кезде өзімді ұмытпа. Мен ұзақ отсыз отырдым. Себебі дәл осыны істемегенімді түсіндім. Өмір бойы балаларым үшін өмір сүрдім. Күйеуім үшін өмір сүрдім. Отбасым үшін өмір сүрдім. Бірақ өзім үшін өмір сүрген күнім аз екен. Серік мұны сол кезде-ақ білген сияқты. Хаттың соңында тағы бір сөйлем бар екен. Егер бір күні жалғыз қалсаң, ренжіме. Балаларды кінәлама. Әр адам өз тағдырын өмір сүреді. Бірақ сен өмір сүруге лайықсың. Хатты оқып болған соң ұзақ жыладым. Серікті сағынғандықтан емес, өз өмірімді ойлағандықтан.
Өйткені 72 жасқа келгенде мен тек өткен күндермен өмір сүріп жүргенімді түсіндім. Үнемі балаларымды күтемін. Телефон соға ма деп қараймын. Келеді ме деп ойлаймын. Ал өз өмірім тоқтап қалғандай. Сол күні кешке балконға шығып ұзақ отырдым. Көзден салқын желі есіп тұр. Ауладағы балалар ойнап жүр. Bir кезде өз балаларым да дәл солай ойнайды. Менің өмірімнің ең әдемі жылдары көз алдымнан өтіп жатыр. Бірақ сол сәтте Серіктің хатындағы сөз қайта-қайта ойыма келеді. Сен де өмірге лайықсың. Келесі күні таңертең бұрынғыдай мұңайып боянған жоқ. Шешім қабылдадым. Алдымен шкафтарды реттей бастадым. Көп жылдан бері ашылмаған жәшіктерді ақтардым. Керек емес заттарды жинадым. Ескі киімдерді мұқтаж адамдарға бердім. Үйдің іші кеңіп қалғандай болды. Сосын бұрыннан армандап жүрген бір нәрсені істедім. Кітапханаға жазылдым. Жастау кезінде кітап оқуды қатты жақсы көретінмін. Уақыт өте оған мүмкіндік болмай қалды. Енді қайтадан кітап оқи бастадым. Bir аптадан кейін кітапханадағы басқа зерттеушілермен таныстым. Арасында мен сияқты жалғыз тұратын адамдар көп екен. Біреуі бұрын мұғалім болған, біреуі дәрігер, біреуі есепші. Әрқайсының тағдыры бар. Bir күні олардың әңгімесін тыңдап отырып бір нәрсені түсіндім. Жалғыздық тек менің басымдағы жағдай емес екен. Қаншама ата-ана дәл осылай өмір сүріп жатыр. Балалары жаман болғандықтан емес, өзгергендіктен. Заман өзгерген. Адамдар алысты. Сол күннен кейін балаларыма деген өкпем де азая бастады. Оларды ақтап жіберген жоқпын. Бірақ түсінбей кірістім. Өйткені олар да өз тіршілігінің ішінде жүрген адамдар еді. Серіктің хатын оқығаннан кейін көп нәрсе өзгерді. Ең алдымен өзім өзгердім. Балаларымды күтіп терезе алдында отыратын әдет қойдым. Күн сайын телефонға қарап отыруды қойдым. Келеді ме, келмей ме деп ойлануды қойдым. Өйткені 72 жасында бір нәрсені түсіндім. Адам өз бақытын күтпеуі керек екен. Тіпті ол өз балаң болса да. Балаларымды жақсы көруді тоқтатқан жоқпын. Керісінше, бұрынғыдан да қатты жақсы көрдім. Бірақ оларды күтумен өмір сүрмейтін болдым. Өз өмірімді сүріп. Кітап оқыдым. Саябақта серуендедім. Жаңа адамдармен таныстым. Көрші кемпірлермен шай ішетін болдым. Кейде өзіме ұнайтын тәттіні сатып аламын. Кейде автобуста отырып қаланы аралаймын. Жастау кезінде бұлардың еш қайсысына уақытым болмаған екен. Bir күні кешке телефон шықты. Қызым екен. Анашым, жағдайыңыз қалай? Жақсы. Сағынып жүрмін. Осы сөзді естігенде көзіме жас келді. Көп жылдан бері дәл осы сөзді күтетінмін. Бірақ бұрынғыдай жыламадым. Арада уақыт. Балаларым бұрынғыдай жиі келмейді. Өз өмірлері бар. Өз қиындықтары бар. Бірақ мен енді оларға ренжімеймін. Өйткені ана болу реніш жинау емес екен. Кешіру екен. Түсіну екен. Күте білу екен. Қазір 72-ге келдім. Терезе алдында отырып күн батарын жиі көремін. Сол сәтте сені еске аламын. Өткен өмірімді еске аламын. Сосын ішімнен бір ғана дұға тілеймін. Балаларым аман болсын, бақытты болсын. Мені баса. Өйткені ана жүрегіне кейде бір қоңырау да жетеді. Әңгіме ұнаса арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Ал сіз ата-анаңызға соңғы рет қашан хабарластыңыз? Пікірге жазып. Сағат қаншада қарап отырсыз? Және қай қаладан жаза отырсыз?